60 yaşka жетіп, кіші үшін ең кереклі, ең mühim деп саналған әйбіріні аңладым. Ол да болса, әр уақытта да қанағат болу, шүкір ету. Нәрсең бар, болмаса да шүкір етерге, болса да шүкір етерге. Ғымумен, ненді ситуацияда да қанағатлік хисі боларға дейіш. Hem кіші шушы қанағатлік білен бәхітлі де, материальный білен бәхітлі бола алмай. Ол олған сайын қайбір бе иеленесің, мұңа иеленесің. Қанағатлік хисі әр уақыт бәхітлі тұта кішіні. Шуңа көре теге бір қатын қанағат дегеш іске түшті. Күзгеге қарыда зарлана, ирене зарлана. Ирене зарлана қарашушы 2-3 жылда де шешті қартайы біттім, бетімді жері шық басты, көстіплерім осылынып түшті, 2-ек шықты. Мен депрессияда әйтмен ақыт, бір жылы сөз сен. Субханалла қатын, Аллаға шүкір деп әйт. Аллаға шүкір деп әйт, әлі сенің көзлерің бегейбет көре кәнде. Мәне зарлансаң сеңа. Hem dürüstte biz şükür bilen yaşarga tiyiş. Hem hazır zol bilen, mine şuşu zol bilen birge, bütünübüz birge Allah'a şükür deyip iş tapkır eytebiz. Şunsuz dalışa barmaybiz, eytmesegiz. Allah'a şükürne eytebiz hazır. Men Allah'a deyim, siz şükür deyiz. Men Allah'a deyim, siz şükür deysiz. Kettik başladık. Allah'a eyvet. Nobiga bet tugul. Allah'a